Мен кеңдігі 30 сантиметрден алдым. Ол 1,80 қылып алып отырмын. Мына жерде двойной, міне 4 бүктелінген. Бұл жетпеуі де мүмкін. Тағы жалғап отырып, бұл баланды қазір сонса клеш юбканың сеткасына тігіп көреміз. Міне сетканы осылай тігіп аламыз. Бүктеп, жалғағанда да осылай жалғаймыз. Міне тігіп шыққан баланымызды осылай қойып көреміз. Аяғына шейін үстіп. Сонса клеш юбкамызды пішіп алдық. Қазір сол сонса клеш юбкамызға осылай етегінің кішкентай қалдырып, ашып, айландырып, бір тегіс мына етектеріне қарап отырып, бұлапқа шаншып шығамыз. Мінекей осылай айландырып тігіп, мына тігісін тура жаңа бұлапқа шаншып тұрған жерден біз бастап тігетін боламыз. Тігіп, кейін бұл төмен қарай жатады. Өйткені уже бұл жерде двойной болып көрінеді баланымыз. Оны қалын сеткалардан, қатқылдау сеткалардан қатты көтеріліп тұрсын десеңіз, солардан да осылай тігіп үйренуге болады. Меніңкі мына органза матадан тігіп тұрмын. Оны сырт жағына да қойып, ішіне подъемник қойып тіксеңіздер де болады. Ішіне қоюға да, сыртына қоюға да өте әдемі. Қалын сеткаларыңызды оны ішіне қойып тігесіздер. Мінекей көрсеңіз.